Ассалаумағалейкум қазақ елі, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Біз бұл бейне сюжетімізді Байсерке ауылында тойлағалы жатырмыз. Happy Nauruz Day, dear friends. We are reporting review from Байсерке. 9th grade student Димаш. Мектебіміздің 11 сынып оқушысы Алихан. Саламатсыз ба? Келіп жеткен Наурыз мейрамы құтты болсын бәрімізге. Сіз өзіңіз жайлы таныстырып кетсеңіз және мына жерде керемет көрініс көріп тұрмын. Осы туралы айта кетсеңіз. Саламатсыздар ма? Мен Салтанат Құрманайлықызы, Әли ауылына қош келдіңіздер. Бұл жерде мінекей киелі түйген әжелерді көріп тұрсыздар. Көбі де май шайқаған ананы көріп тұрсыздар. Және де мына бес тас ойынын ойнап отыр. Сол сияқты қазақтың ұлттық ойыны Қанталапай ойынын ойнатып отыр. Мына жерде келіндер құрт жайып жатыр, қымыз сапырып жатыр, кесте тігіп отыр. Жалпы ұршы қиырып жүн түтіп отырған осындай ұлтымыздың, өзіміздің салт дәстүрімізге сай іс-шаралар атқарылып жатыр. Рахмет. Жасыл сайран, сары дала, әнмен шырай. Түркістан тасы, ердәу көктем. Округінің әрбір мектебі өз көріністерін дайындап келді. Соны тамашалауға шақырамыз. Every school of our district prepared a performance. Let's watch it. Наурыз мейрамы құтты болсын. Боларсақ бір тоғыз, санда болар жар-жар. Сүртір-сүртір жабырып, қалда болар жар-жар. Шешем айнеп жалама, байқұс қыздар жар-жар. Шешорғына қайнелек, онда болар жар-жар. Ақшақар жаумап қайда жар-жар. Қолын қайдай айқасқан, ұлжақ қайда жар-жар. Қанша жақсы болса да қайын енек жар-жар. Айналайын шешемей, болма қайда жар-жар. Қолыңдап келгенше қошаман бол. Аяулығай серке мақтан арам. Үмітпен сенімді ақтағанам. Қиялмай тұнылған ауылымда. Күн қысап бақысқа аттанамын. Жақсы адам серік болсын, керек біліп қадағат ой келбетіне көріп қойсын. Қайда барсаң да бақ пен дәулет екеге қонып, шаңырағыңа ерікпесін. Наурыз құтты болсын, қайда барса жол болсын, ат жол болсын. Саламатсыз ба? Келіп жеткен Наурыз мейрамы баршамызға құтты болсын. Осы Наурызға дайындалғандарыңыз қалай дайындалдыңыздар? Сол туралы таныстырып кетсеңіз және өзіңіз туралы бірнеше мәлімет айтасыз.
Сәлеметсіздер ме? Наурыз мерекесі барлықтарыңызға құтты болсын. Мерекеміз, жаңа жылыңымыз тек құт береке алып келсін. Ал енді 22-ші орта мектеп Тұрғанбек Қатаев атындағы бұл мектептің дайындағаны міне қазақтың киіз үйі. Бұл жерде қазақтың қол өнерден түс киіздер дайындағанбыз. Қазақтың дастарханына қош келдіңіздер. Бұл жерде енді біздің қазақи қазы қартамыз, құрт ірімшіктеріміз барлығынан ауыз тиіңіздер. Қымызымыз, шұбатымыз, наурыз көжемізден ауыз тиіңіздер. Келе қойыңыз. Бұл біздің қазақи қымызымыз. Ауыз тиіңіздер қымызымыздан. Наурыз көжеден ауыз тиіңіздер. 7 түрлі тағаммен дайындалған 7 шелпегіміз, бауырсағымыз. Қонақ болыңыздар. 22-ші орта мектептің дастарханына қош келдіңіздер. Жаңа жыл, жаңа бақыт әкелсін. Еңбектеріңізге табыс, құт берекемен, ырысымен ақ мол болсын. Әмин, рахмет. Здравствуйте, поздравляем вас с пришедшим праздником Наурыз. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своих эмоциях, которые вы получили. Меня зовут Тамара, мы живем в поселке Байсерке. Эмоции вообще зашкаливают, настроение хорошее, все вообще шикарно. Спасибо большое нашему акимату за то, что он делает для нас. Наурыз құтты болсын. Спасибо. Міне біздің дайындаған қойылымдардан қойылымды қабылдарыңыздар. Біздің эстрадалық өнерде жүрген артистеріміз қабылдарыңыздар. Саламатсыздар ма? Өздеріңіз туралы таныстыра кетсеңіздер және мына құрған алты бақандарыңыз өте әдемі екен, сол туралы бір-екі ауыз сөз айта кетсеңіздер. Көп рахмет. Ең біріншіден қазақ халқын және біздің өзіміздің Көктерек ауылын келіп жеткен Наурызбен құттықтаймын. Ұлысы оң болсын, береке, бақ береке тілеймін барлықтарыңызға. Және біз 21-ші мектептің атынан мына осы алты бақанды құрып отырмыз. Алты бақанды көріп тұрғаныңыздай, бұл қазақтың ежелгі ұлттық ойындарының бірі. Аты айтып тұрғандай, алты бақан емне. Бір жағында үшу, бір жағында үшу. Алты бақаннан құрылатын, ауылдың шетінен құрылатын ұлттық ойындар. Қыз бен жігіт алты бақан тебеді және кешкісін соның маңайында әндер орындалады. Өзімді таныстыра кетсем, мен осы 21-ші мектептің директоры Сәкен Бауыржанұлы есімім. Ең әуел барша қазақ халқын бүгінгі келіп жеткен Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Осы Наурыз мерекесіне тек бақыт, қуаныш, шаттық әкелсін. 21-ші мектеп атынан осындай жастар көңіл көтерсін деген ниетпен алты бақан алып келіп отырмыз. Көңілді, жақсы ниетпен қарсы алып барғатай өткізсек, баршамыз бірлесіп өткізсек деген ойдамыз. Өте керемет, бәріңізге рахмет. Саламатсыз ба? Мына жерде өзіңізді таныстырып кетсеңіз және мына жерде қандай спорт түрі және ненің құрметіне сол болып жатқандарын айта кетсеңіз. Мен Жөкен Саят Бақтыргенұлы, дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Қазіргі таңда өзіміздің Наурызға орай қазақ күресінен жас жеткіншектер арасында
ұлттық күресімізден жарыс өтейін деп жатыр. Соған еркін азамат жетті. Округымыздың ең үлкен, ең әсем мектебінің мұғалімі Қаламқас апай. Қаламқас апай, сіздің бүгінгі күнге дайындықтарыңыз қалай? Жалпы Наурыз мерекесіне деген дайындық номер 28 мектеп гимназиясының өте жоғарғы деңгейде деп айтсам болады. Себебі бұл мерекеге ұлыстың ұлы күні Наурызға біз өзіміз ғана емес, ұжым ғана емес, сонымен қатар барлық ата-аналар асыға күткен мерекенің бірі болды. Бұған бір емес, екі емес, бір ай бұрын дайындалған болатынбыз. Бүгінгі көрсететін өзіміздің салт дәстүріміз бар арнайы. Айта кететін болсақ, құда күту және қыздың жүгін беру. Дастарханымыз жайлы, келіңіздер Наурыз көжеден дәм татыңыз. Жалын кешті, жалын кесті, күндер қайда қарағым, бір көзден шықпас естен, өлтіреген жанарым. Ал бұл жамы қырбасым, жыртық қалай, сапырым сырқасым, жайнаған соң далада, тұрматын соң жандарыңнан шашым. Жалын кешті, жалын кешті, күндер қайда қарағым, көзден шықпас естен, сөлдіреген жанарым. Саламатсыздар ма? Мына келіп жеткен Наурыз мейрамы құтты болсын баршамызға. Мына өздеріңіз таныстырып кетсеңіздер және Наурыз мейрамына не дайындаватсыздар, сол туралы бір шағын айтып кетсеңіздер. Біз Әли ауылынан Алмагүл Қасымханқызы, Санихан Сәрсенбаевна. Біз бауырсақ пати жауаптымыз. Тегін халыққа бауырсақ пісіріп таратып жатырмыз. Қарамағымызда 5-6 қызымыз бар. Фелиста, Қамар апай, Динара қызымыз және біздер. Бауырсақ керемет, тегеш бауырсақ келіп ауыз тисе болады. Халық болып ауыз тиіп жатыр. Бүгінгі егісіміз осы. Керемет. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Құтты болсын Наурыз. Соң болсын, ақмол болсын. Мына жерде назарларыңызда қазақтың ежелгі ойындарының бірі қол күресі сайысы болып жатыр. Соған назар аударыңыздар. Потом сіз номер жазып Берме. Байландар, қолдарын байландар. Здравствуйте. Поздравляем вас с пришедшим праздником Наурыз. Расскажите о себе и что вы приготовили. Добрый день. И вас также уже с наступившим праздником Наурыз мейрамы. Мы амбулатории. У нас здесь 4 амбулатории. Амбулатория Басирке, амбулатория Ntымак, амбулатория Куэнкус и амбулатория Жанадаур. Мы подготовили национальный костюм, естественно, в этот праздник, национальную еду, чтобы мы все знали, так как мы многонациональная страна, чтобы все знали, что входит в этот праздник, как нужно праздновать. Естественно, все мы дружные, можете зайти посмотреть, пожалуйста. Вот, расскажите, что вы приготовили здесь, что есть?
Мы приготовили наурыз көже, мы приготовили плов, мы приготовили бауырсаки, мы приготовили казы, карта, жая, эремшек, курт, самсу, булочки, то есть все национальное яство. Потом изюм, курага, мясо обязательно, баранина, что еще? Плов, то есть... Саламатсыздар ма? Мына келіп жеткен Наурыз мейрамы құтты болсын баршаңызға. Мына Наурыз мейрамына не дайындадыңыз, соны таныстырып кетсеңіз, және өздеріңіз жайлы таныстырып кетсеңіз. Саламатсыздар ма? 2009 жылы Жаңаталап ауылында нөмір 25 орта мектеп салынды. Осы нөмір 25 мектеп ұжымынан сіздерге ұлыстың ұлы күні құтты болсын дегіміз келеді. Осындай дүбірлі мерекеде сіздерге арнаған сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Sağ